Біздің қоғамда бақытсыз қыздар көп. Жылап жүрген қыздар көп қой. Неге деп ойлайсыздар? Біреу әкесінен, ағасынан, інісінен, күйеуінен, жігітінен сатқындық, зұлымдық, сондай опасыздық көргендіктен. Қыз балалардың, нәзік жандылардың жан дүниесін түсінбей, олардың өмірімен ойнағандықтан. Ал әйелдің жаратылысы өте нәзік еді ғой, білесіздер. 2015 жылдан бері осы мешітте ұстаздық қызмет жасап келе жатырмын. Сол жылдар аралығында қаншама адамдармен кездесіп сөйлесесің ғой. Жігіттерге қарағанда біздің нәзік жандылар бақытсыз екен қазақ қоғамында. Өйткені мынандай сөзді де айтып жатады ғой: қазақтың жігітіне тұрмысқа шығып керек емес, шетелдікке тигеннің артық, өйткені адам құрлы көрмейді, құл сияқты ұстайды деген сияқты да. Неге? Шынымен де қарасақ, біз руханияттан алыстап кеткен сияқтымыз. Құдайды ұмыттық, пайғамбарымыздың үйреткен сара жолынан алыстадық, исламнан алыстадық. Намаз оқитын жігіт болсын, намаз оқымайтын жігіт болсын, екеуі де бірдей болып қалды. Мысалы, кейбір қыздар намаз оқитын жігіт қой, иманды қой, аялайды ғой, ол аманатқа қиянат жасамайды ғой деп үміт артса да, олардан да опасыздық көріп жатыр.